Қазіргі таңда негізі барға қанағат деген ұғым өте кең таралып кеткен, байқасаңыздар. То есть барлығымыз айтамыз ғой, мысалы Инстаграм, барлығы подкасттарда айтады, бай болғың келсе бірінші мышлениемен жұмыс жаса, ойыңды өзгерт, санамен жұмыс жаса, кедей санадан бай мышлениеға өт, проработкалармен жұмыс жаса деп айтады, иә. Мен бұнымен толықтай келісемін. Неге? Себебі адам пока өзінің ойын өзгертпейінше оның өмірі өзгермейді. Мысалы мысли деген сөзден шығады, иә. То есть ойым, менің өмірге деген көзқарастарым қандай. Менің жасым 32-де болса, осы 32 жасқа дейін мен белгілі бір қағидалармен өмір сүріп келе жатырмын. Менің белгілі бір өзімнің көзқарастарым бар өмірге деген. Мен бұрыс дегенді қалай түсінемін, мен дұрыс дегенді қалай түсінемін. Мен үшін жақсы деген не, жаман деген не, менің ортам қандай болды, әке шешем қандай тәрбие берді, олар өмірді қалай маған көрсетті, таныстырды, мектепте немесе ортамда қандай отношения болды. То есть бұның барлығы негізі әсер етеді дәл қазіргі сенің жағдайыңа, сенің бүгінгі өмір сүріп жатқан күнің, ол айтады ғой, кешегі қабылдаған шешімдерімен, кешегі қабылдаған жасаған әрекеттеріңе байланысты деп. Демек, адам егер де бір бай болғысы келсе, көп ақша тапқысы келсе, бірінші кезекте әрекеттен бұрын өзінің санасын өзгерту керек. Менің қолымнан барлығы келеді, мен жасай аламын, маған бұйырған тағдыр бұл емес, мен одан да жақсысына лайықпын деген жаңағы қағидада өмір сүру керек адам дегенді прям құйып алу керек та өзінің миына. Ал бізде адамдар барлығы қазір осындаймен өмір сүреді ғой. Маған бұйырған тағдыр осы шығар, менің қолымнан ештеңе келмейді, мен түкке тұрғысызбын. Қазір әлемде ондай адамдар көп қой, бұл блог жүргізіп жатқандар көп қой, товарныймен айналысып жатқандар көп, бизнесмендер көп қой, менен кім алады деген сияқты өзін осындай бір шектеулермен артқа тартып тастайды да, вообще бастамай жатып тастай салады. Ал Алла тағала не дейді? Құлым мені қандай деп ойлайды, мен сондаймын дейді. Бізге бүкіл ризықты Аллах береді ғой. Бүкіл байлықты Аллах береді ғой. Бізге Аллах тағала бергісі келіп тұр да, бүкіл байлықты, мүмкіндіктерді. Біз аламыз да, маған бұйырған тағдыр осы ғой. Нет, это не мое. Жоқ, ол менің қолымнан ондай келмейді деп бүкіл алдына келген мүмкіндіктерді, таныстықтар болсын, проекттер болсын, бір масштабный какой-то обучениялар болсын, біз не істейміз? Артқа тартамыз, керек емес дейміз. Аллахтың беріп тұрған мүмкіндігінен бас тартамыз. Потому что бізде мына жерде блок тұр, установка тұр да, что это менің қолымнан келмейді. Маған осы зона комфортым ұнайды. Осы төсегімде жатып телефонымды, тиктогымды айналдыра берейін. Немесе маған осы бір айлық жарайды. Жұмысыма барып келемін, жұмысымды істеймін, үйде барып келіп демалам, ақша болса барам шетелге, жоқ болса оған да керек емес. Не бар, ақша жаратып, одан да үйге тамақ алайын, киім алайын деген сияқты, иә. Көп қой қазіргі осындай оймен, санамен өмір сүріп жатқандар. Бірақ қазіргі таңда ақырындап негізі Инстаграмды байқасаңыздар, адам даму керек екен, алға жылжу керек екенін айтып жатқан, Аллаға шүкір, коучтар, психологтар, просто блогерлер де өте көп. И соның арқасында жастар да қазір байқасам уже саналы түрде тіл үйренуге, белгілі бір істі меңгеріп алуға, бір ғана зарплатаға емес, бір ғана дипломның артынан кетіп емес, белгілі бір тағы да қабілеттерді меңгеріп, өз бетінше жауапкершілікті алып үйреніп жатыр екен. Бұл өте жақсы негізінде, потому что біздің кезімізде бізге ондай тәрбие бермеген тұғын. Мысалы, менің кезімде мен өз мамандығым медик қой. Медикқа не үшін түстім? Потому что менің әжемнің тәрбиесін көргендіктен ол кісі айтты: "Балжан, қазір мамандық таңдауда қателеспе." Өзі айтады, өмірде екі таңдаудан қателеспеу керек. Біреу жар таңда, біреу мамандық таңдағанда дейді. Мамандық таңдаудан қателеспе. Саған болашақта ақша келіп отыратын, сені үй алуға, машина алуға, жақсы өмір сүруге көмектесетін именно осы мамандық деп айтқан болатын. Сол кезде апа мен қандайға түсен деген кезде, бізде өлмейтін мамандық ол мұғалім, медик, либо жаңағы органға барасың, милиция, то есть гостың астында, госслужбада істеу керексің, сен мемлекетке қызмет ету керексің, сол кезде мемлекет сені ешқашан ақшасыз қалдырмайды деп осындай ұғым қалыптастырғанда маған. Бизнес бастау деген ол қиын, ол біздің қолымыздан келмейді, ол анау миллиардерлер бизнес бастайды деп ойлайтын. Хотя миллиардерлер қайдан шықты? Олар да осылай кедей жаңағы өмірде өмір сүріп, кедейліктен шаршағаннан әйтеуір бір 5 теңгені 10 теңге қылып, 10 теңгені 100 теңге қылып өйстіп жалғап, тәуекелге бел буып та, жаңағы сүрінсе де, құласа да, банкрот болса да, мақсаттарына жеткен адамдар ғой. Олар әшейін аспаннан салбырап түсе салған жоқ қой, миллиардерлер болып. Барлығы опытпен, тәжірибемен келеді, құлаумен келеді, сүрінумен келеді, түсінумен келеді, осознанностьпен келеді деген сияқты. И менде әжем сондай тәрбие бергендіктен, менде солай өсіп келдім, сондай өмір сүріп келдім да, сондай оймен. Жақсы, госта жұмыс жасау керек, ешқашан зарплатасыз қалмаймын деген сияқты сөйтіп медикқа түскен болатын. Бірақ
тұрмысқа шықтым, жаңағы 3 балам бар, и онлайнға келгеннен кейін өзімді дамытып бастағаннан кейін ғана менің ой өрісім кәдімгідей өзгеріп бастады. Даже декреттің өзінде мен бірнеше жаңағы кәсіпті алып жүрдім. Мастер класстарға бардым, түрлі маникюр жасауды үйреніп алдым, үйде отырып қалай табыс тапсам болады деп, потому что бізде блог дамыватты, инстаграм дамыватты. Енді бір пособиеге қарап отыру деген болмайды, күннен күнге бәрі қымбаттап жатыр, и бір жолдасының айлығына да қарап отыра алмайсың, давай мені асыра деп, оған көмектесу керек деген сияқты ұғым болды менде. И өзім кішкентай кезімнен жауапкершілікке бейім қыз болғандықтан, жаңағы жалғыз өзім болғандықтан мен анамнан ақша сұрауға қысылатынмын, кей кезде болмай қалатын ақшада, и сол моментте мені еңбек алып шыққанын білем. Жұмыс істесем ақша болады, істемесем ақша болмайды. Даже мен университетте оқып жүрген кезде 4-ші курста, 1-ші курста әлі есімде, түнде пол жуатынмын, официантка болып жұмыс жасаймын, таңертең параға келіп отыратынмын. То есть бұл адамның өзіне байланысты, ынтасына, ақша табу қабілеттілігіне байланысты. Хочет он этого или не хочет? Ол өз өміріне қанағат деп отыра бере ма бір айлыққа до конца өзінің өмірінің соңына дейін? Или жоқ, мен де байлар сияқты өмір сүргім келеді, мен де миллиондарды бағындырғым келеді, блогерлер сияқты шалқып анау шетел аралап өмір сүргім келеді, не ішем, не жемеймін деп та өзіне шешім қабылдайды бірінші. Все, мен өзгерем, мен қалай да миллиондарды бағындырам, онлайн арқылы, болмаса бір офлайн кәсіп ашам, немесе товармен алсам, немесе просто блог жүргізіп блогымды үлкейтемін, көп аудитория жинап, подписчик жинап, сөйтіп барып жаңағы миллиондар бағындырам деп, ол өзіне ойлауына, жаңағы қазіргі нарыққа байланысты. Самое главное, ол әрине шешім қабылдайсың. Одан кейін барып артқа жүрмеймін, тек қана алға жүремін. Ақша жоғалтсам да, қиналсам да, ауыр болса да, арасында жылап аламын, сосын барып қайтадан жұмыс жасаймын деген сияқты. Адамда позитивный мышление, табандылық болу керек. Сол кезде адамның ой өзгеріп бастайды, күннен күнге өзі санасы өзгереді. Как кірпіш сияқты ғой. Мысалы, сенің 32 жасында кірпіштер қалай былай қаланып жатса, үйдің қабырғасы сияқты. И сол сияқты да, ол мысалы, сенің 32 жасыңа дейін мышление деген ол бір үйдің қабырғасы сияқты ғой. Үйдің қабырғасы біртіндеп кірпіштер қаланады, иә? Мысалы, 32 жасыма дейін қанша кірпіш қаланды? Бір кірпіш, мен өмірді мүмкіндіктер жоқ. Мен қолымнан ештеңе келмейді. Маған бұл өмір арналмаған, байлардың өмірі арналмаған. Маған бұйырған өмір осы шығар деген сияқты әрбір установка, әрбір кірпіш деп есептесеңіз, мен 32 жасыма дейін полный үй соғып тастағаным уже сондай. И мен оны бір мезетте бүйтіп бұзамаймын. Дұрыс па? Маған қанша уақыт керек болды, чтобы осы сознанияға келу үшін да, и сонша уақыт демесем де, хотя бы соның 3-тен 1 бөлігі керек. То есть қазір мен онлайнда 4 жыл білім алып жұмыс жасап жүрмін ба, маған әлі де білімді жетілдіру керек, әлі де білмейтінім көп. Бірақ Аллаға шүкір, соның арқасында уже небәрі 8 айда үй алып, машина алып, анама үй алып, шетел аралап, қандай да бір жеткен жетістігім бар. Хотя 32 жасында әлі сол бір квартирада өмір сүріп, әлі сол бір айлыққа өмір сүріп жатқан адамдар бар ғой, дұрыс па? Даже если әке көкесі бар болса да, берген ақшаны игере алмай, сырап қылып, банкрот болып, бизнестен айырылып жатқан адамдар қаншама. То есть бұл жерде самый главный адамда шешім болу керек, мен өзгеремін деген, мен жақсы өмірге ұмтыламын деген, и табанды боламын, не болса да қайтпаймын, өзімнің санаммен жұмыс жасаймын, өлгенше, айтады ғой, өзіңмен алыс өлгенше деп. Айналадағылар емес, өзіңмен алысу керексің да, өзімді ешкіммен салыстырмау керек. Осындай моментте адамды бүйтіп шайтан азғырады негізінде. Ой, қоя сал, тастай сал, сенікі емес, сен қолынан келмейді, ақша тағы да босқа кетеді, керек емес деген сияқты. Үнемі өміріміздің соңына дейін шайтан бізді азғырып өтеді. Бірақ егер де іште, жүректе сенім бар болатын болса, онда Аллах қалдырмайды. Аллах міндетті түрде сені жақсы өмірге қарай жетелейді, береді мүмкіндіктеріңді, жолыңды ашық қояды. Просто барлығы ниетке байланысты, өзіңе байланысты, қалай сен оны қабылдайсың, қалай жасайсың, қалай тырысасың. Бұл дегенім енді бір жатпай тұрмай 24/7 өмір бақи жұмыс істеп өтеді деген емес. Әрине демалыс та болу керек. Біз енді демалыссыз тұра алмаймыз ғой. Ұйқы деген көңіл болу керек. Энергияңа, физикалық, ментальный, психологиялық, эмоцияңа, жағдайыңа көңіл бөлу керек. Бірақ барлығы баланста. Өмірлік басты мақсатың сенің алға қарай жылжу болу керек та. Бір уақытта мыжылып, езіліп, сол зона комфортыңа отыра беруге емес, алға қарай ұмтылсаң, міндетті түрде сен де өзіңнің қалаған өміріңе жетесің. Өкіметтен, жолдасыңнан, ата-анаңнан, бір білмеймін, тағы кімнен, ата енеңнен, ешкімнен вообще күтудің қажеті жоқ. Как будто сен бір қалаған өмірді, блогерлердің өмірлерін саған әкеп береді деп. Жоқ, сен өзің ғана жасай аласың. Саған сен қалаған өмірді сен өзің ғана жасай аласың. Еңбектену арқылы, іздену арқылы, білім алу арқылы. Бай адамның бойында 4 қасиет болады. Бүкіл бай адамдардың бойында осы 4 қасиет бар екен. Біріншісі ол
риск, тәуекелге әрдайым бел буа алады, қорықпай тәуекел етуден. Екіншісі әрекет, ешқашан берілмейді, қанша ақша жоғалса да, құласа да алға қарай жүре береді. Үшіншісі ол адамдармен қарым-қатынас, коммуникация болу керек. То есть сен адамдармен қарым-қатынас жасай алмасаң, олармен келісімге келе алмасаң, олардың не қалап тұрғанын, не керек екенін оларға бере алмасаң, онда сен жалғыз өзің ешқайда жете алмайсың. Бүкіл жерде адамға адам себепкер болады. И төртіншісі ниет. То есть сенің пейіліңе байланысты ғой. Егер сен жомарт болмасаң, қолыңдағы бар ақшаны бүйтіп ұстап та ешкімге бермеймін, өзіме жұмсамайын, не ешкімге де бермеймін деп отыратын болсаң, ол ақша бәрібір де түптің-түбінде бір жерден шығады. Жомарт адам, ниеті таза, пейілі кең адам, ол бай бола береді. Әлемге берерің көп болса, әлем де саған көп береді. Сол үшін осы 4 қасиетті жаттап алыңыздар.